Таза Қазақстан, таза мекен. Жоңғар Алатауы мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің қызметкерлері Таза Қазақстан экологиялық шарасына өз үлестерін қосты. Олар парк аумағынан бастап Сарқан ауданындағы мектептер мен колледжге 3000-нан астам құмыраларға ағаш тұқымын отырғызған. Құмыраларға қайың, туя, шырша, жөке ағаштарының тұқымдары себілді. Шараға парк қызметкерлері мен мектеп оқушылары және студенттері қосқанда барлығы 700 адам қатысты. Осылайша олар ауданда экологиялық мәдениетті қалыптастырып нығайтуға ат салысты. Бүгінгі күні мектеп оқушыларымен, мектеп ұрмашылықтың мүшелерімен, еріктілермен бірлесіп ағаштың себу жұмыстарын жүргізіп жатыр. Бүгінгі күні 15 мектепте оқушылар 15 мектеп ұжымы қамтылды. Бүгін мені политехникалық колледжіне келіп ағаштың себу жұмыстарын жүргіземіз. Бұл бастама осы Қазақстанның гүлдеуіне, көгалдандыруына үлкен үлесін қосады деген ойдамыз.